Так, апай жаңағы 10 минутта сақталыпты. Өзі 10 минуттан кейін автоматически запись экранынан өшіп қалады екен. Қайтадан түсіріп жатырмын. Жартысынан бастап, міне. Жаңа не айтып отыр едік, яғни жаңа файлда ғыны әр жолға, әр суретті қай жолға, қай бағанға қойылатыны осы біздің цикл арқылы, for цикл арқылы есептелініп қойылатын болады. И потом одан кейін бізде міне AX тең AX деп өзінің орнын как положено жазылып тұрады осы жерде row және де call арқылы. И одан кейін оның астында бізде if image is not contained деп тұр ғой. Бұл жерде біз суретті оқиды. Егер де сурет болмаған жағдайда оны жай ғана өткізіп жіберетін болады. И потом келесі image resized cv2 resize image 128 дегеніміз бұл жерде әр пиксель, яғни 128-ден болады да, и кішірейтіледі, көлемі кішірейтілетін болады. И осының астындағы да input image деген арқылы соны сохранить етіліп кішірейтілетін болады. И потом оның астында модельді осы prediction деген айнымалы ашамыз, және де сол модельді так болжаймыз. Примерно осылай деген сияқты. Input image деген жаңағы төбесінде біз орнықтырып алдық қой. Сол орнықтырып алғанымызды осы модельдің ішіне кіргіземіз. Және де бұның қай класста ең жоғары ықтималдық болатыны табылатын болса, егерде соны біз жазатын боламыз. Яғни осы суреттегі әріпті оқыған кезде ең жоғары ықтималдығы қайсы болады, соны біз шығарып беретін боламыз. Бұл жерде, яғни болжамның сенімділігін азайтамыз. Болжамның өтірік екенін емес, шындық екенін сенімді болу үшін біз бұл жерде confidence арқылы, яғни осы confidence арқылы есептеп шығаратын боламыз. Процентіне дейін шығарып беретін боламыз. Одан кейін оның астында бізде base name, real name арқылы біз осы файлдағы Excel-дегі нақты атын егерде таппай жатса, яғни жобаласта ешқандай болмай жатса, бұл жерде бізде неизвестно деген шығарып беретін болады. Міне real name labels dict.get base name, яғни басындағы үтір неизвестно, яғни неизвестно деп шығарып беретін болады. Ал base name'да біз уже атын өзі толыққанды шығарып беретін болады. И одан кейін астындағы кодтар арқылы біз суретті бұл жерде көрсететін боламыз. Суретті көрсетеміз, және де әр шекараны сызатын боламыз. Және де төменгі жағына, міне осы жерге добавить етіп, полный төменгі жағына сол жаңа болжамды міне real name'ді шығаратын боламыз астына. Міне real name'ді /n деп, яғни астына шығаратын боламыз атын. Ең жақын болжамды шығаратын боламыз. Одан кейін бізде код келесі бізде код build tight lowing деген сияқты кодтар арқылы бұл жерде біз сол суретті шығарамыз. Яғни міне build show деп тұр ғой. Сол show арқылы біз сол суреттерді жаңағы шығарғанның барлығын шығаратын боламыз. Осы сурет секілді шығаратын боламыз. И потом астында енді келесі тағы бұл біздің бір функция. Енді тағы бір функция ашамыз. Ол функцияны біз интерфейс, яғни келбетін шығаратын боламыз осы интерфейс арқылы. Бұл жерде біз бастама тікентермен жұмыс жасайтын боламыз. Сразу айтайын, тікентер арқылы біз жұмыс жасап, как положено барлығын істеп шығаратын боламыз. Басында біздің міне осы жерде жазылып тұр run interface деген біз функция ашамыз. Сосын оны біз тікентер терезесін ашып тақырып қоямыз. Яғни тақырып бізді қазақ есімдерін тану деген біз тақырып қоямыз. Тақырыпшаны қоямыз. Тақырыпшаны қоятын боламыз. Одан кейін бізде қолданушы осы қолданып жатқан адам, қолданып жатқан адам қай жерде екенін білу үшін, тақырыпты таңдау үшін бізде осы жерде міне current page тең 0 деп жазылып тұр, және де current theme light деп жазылып тұр. Мұны осы арқылы таңдап
және де соны сохранить ете алады. Одан кейін келесі код бізде df тең pd.read excel buzz reader none деп жазылып тұр. Яғни бұл жерде біз Excelден шын есімдерді аламыз, шынайы есімдерді алып, шынайы есімдерді аламыз. Және де бұл жерде біз жаңа айтып өткендей сандар арқылы жұмыс істегеннен кейін оларды біз қайтадан өзінің әріптерге айналдыратын боламыз. Міне, осы жерде жазылып тұр. Міне, осы код арқылы біз полный очереден жазып шығаратын боламыз. Так, одан кейін біз файлдармен жұмыс жасайтын боламыз. Файлдарды бірінші сортировать етеміз, яғни sorted деп бастаймыз, сортировать етеміз файлдарды. Барлық ішіндегі, мысалы, біздің ішіндегі барлық суреттер бар ғой, осы жердегі суреттердің барлығын санап, қанша бет екенін шығаратын болады. Осы формула арқылы біз қанша бет екенін барлығын шығаратын боламыз. Яғни total page деп тұр. Міне, len, яғни ұзындығы, файлдың ұзындығы, және де оның 17-ні қосып, біз 18-ге бөлетін болсақ, полный барлық бет шығады. Неге 18-ге бөлеміз? Өйткені әр бетте бізде 18 суреттен 18 есімнен болғандықтан. И келесі функциялар ашамыз. Функциялар def refresh деген функцияны ашамыз. Бұл жерде біз көріп шығатын боламыз, және show window деп тұр. Бұл жерде көріп шығу үшін байланыстырылады. Одан кейін next page деген ол келесісін көру үшін. Бұның барлығы бір функцияда. Ұмытпаңыздар, бұның барлығы бір функцияда. Тікентермен жұмыс жасағаннан кейін ішінде барлығы жазылып тұрады. Яғни әр кнопка бұл жерде, мысалы def refresh деген бір кнопка болады, одан кейін def next page деген кнопка болады. Яғни бізде тағы бір ячейка шығады, сол жерде дальше деген болады. Сол дальше деген ол next page деген осы функция арқылы жұмыс жасайды. Яғни сол кнопканы басатын болсақ, біз келесі бетке ауысатын боламыз. Бұл жерде міне егер одан аз болатын болса, оған мысалы максимал ең соңына тақалмай біреуі аз болатын болса, оған біреуін қосып, біз оны қайтадан қайтарып алатын боламыз. Келесі сол pref page болады. Бұл жерде де мысалы артқа алдыға жылжыту сияқты, бұл жерде уже артқа жылжыту сияқты болып келеді. Міне, осы жерде барлығы тұр. Мысалы жарық цвет қылсақ та, қараңғы қылсақ та, міне, осы жерде жазылып тұр. Light деген ол цвет, уже цветін шығаратын боламыз. Уже dark деген қара цветін қылып шығарамыз деген сияқты ғой, осы беттердің барлығының. И келесіне келетін болсақ, ол бізде міне dim, frame, тең frame, root деген сияқты. Бұл жерде жарық пен қараңғы стиль нелерін бар ғой, стильдерін шығаратын болады бетіне. Мысалы қараңыз, бұл жерде button, there, text, міне светлая тема деп, и тағы да біреуін ашып қоймыз, темная тема деп. Яғни сол кнопкамыз басқан кезде уже біздің жаңа buttonымыз бар ғой, сол уже ауысу үшін, басқа цветке ауысу үшін шығарылады. Так, міне, осы кодтар арқылы полный шығарылып, цветі өзгеретін болады. И келесі бізде nav frame тең frame root болып келеді. Ол жерде алдыға, либо болмаса артқа, яғни осы жерде жазылып тұр. Мысалы біз жаңадан бір кодты енгіздік, міне, төбеде мысалы def деп әр функцияға кодты енгіздік. Яғни осы кодқа енгізгеннен кейін, осыны артқа, алдыға шығару үшін жаңа button деген кнопканы шығарып, оған назад деп жазамыз да, или болмаса вперед деп, мысалы вперед деп жазып, одан кейін міне next page деп тұр. Осы функцияны біз соған жүктеп қоятын боламыз. Жүктеп қойғаннан кейін, міне next page деп жазылып тұр, міне. Сол функцияға біз уже сол функцияны пайдаланамыз. И келесі бетке бізде өтіп кететін болады.